төменде. Видео басталмастан бұрын сіздерге БК парақшамды ұсынамын. Бұл жерде сіздер маған сұрақтар, жаңағыдай барлық нәрселеріңізді қоя аласыздар. Және де бұл жерге мен видео каналға шықпай жатып, осы жерге пост жасап отырамын. Видео қашан шығады немесе мен демалуға кеттім деген секілді сондай посттар шығып отырады достар. Ал ендеше видеоға кеттік. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен просто қазақ. Достар, бүгінгі видеомызда біз қалай донат жасайтын номер 3-ті түсіреміз достар. Көп адам сұрады, көп адам түсінбеді алдыңғы видеоларда қалай жасау керек, айтшы, анау деген сұрақтар өте көп болды алдыңғы видеода. Достар, сіздерге көп рахмет. Мен каналыма уже 600-ден астам 600-ден астам подписчик жинап тастапсыздар. Өте рахмет достар, сіздерге өте көп рахмет. Достар, ең бастысы сіздерге айтайын. Менің каналымда популярныйға кірсеңіздер, Free Fire'ға қалай донат жасайды достар. Бірінші орында тұр популярныйда 15 000, ойлаңыздаршы, 15 000 просмотр. Ё-майо, аның астындағы нелерді бәрін оқып шықтым достар, комментарийлерін бәрін оқып шықтым. Барлық видеом даже PUBG қалай жасайды, соның бәрін оқып шықтым достар. Енді достар, енді көбісі түсінбепті, қалай жасау керек, анау-мынау деген сұрақтар өте көп болды. Бүгін сіздерге қайтадан сол аккаунтпен ашатын болам. Білем достар, видео өте көп шықпады, уже 5 ай болды. 5 айда видео шықпады вообще. Енді әзіл әлемін бет салып қойдым. Енді оған ренжімеңіздер, әзіл әлеміне жай ғана салып қоя салған едім, бірақ ол да 2000 просмотр жинады. Нормально достар, жарайды. Бірақ негізі мен вообще достар қазір ютубтан ақша таппаймын пока. Құдай қаласа табам деп ойлаймын. Ал енді достар, видеоға көшейік. Ең бірінші достар, сіздерге не істеу керек? Ең бірінші достар, міне бетеміз настройкаға барамыз. Кәдімгі телефонның настройкасына кіресіздер. Настройки және де өзіңіздің беспроводный сети, менде Huawei болған соң, менде меню осындай. Енді беспроводный сетиға кіріп, мына жерде енді настройки сим-карты дегенге кіреміз. Настройки сим-карты. Настройки сим-картыға кірген соң, біз сим-карта сіздерде, міне мысалға, менде біреуі Билайн, екіншісі только экстренный вызовы деп тұр. Негізі ол Теле2. Білмеймін неге өйтіп тұрған, шына нормально етін. Екінші сим-картаны өшіп тастаймыз. Керек емес сим-карталарыңызды өшіп тастаймыз. Керек емес дегенде Билайнды, только Билайнды қалдырып қойыңыздар. Немесе егер сіздерде только Билайн тұрса, өте жақсы болады. Енді қайтадан ойынға кіреміз. Қайтадан Free Fire'ға кіреміз. Free Fire'ға кірген соң бізде енді осындай болады. Біз алмазға басамыз, пополнить, кәдімгі жай ғана пополнить. Достар, менде алдыңғыдай мен қазір вообще шынымды айтсам не істемеймін. Отнет жаңағыдай. Free Fire қазір көп ойнап жүрген жоқпын. Бүгін ғана бастым, ойлаңыздар, бүгін ғана бастым. Егер сіздер маған донат жасап, жаңағыдай донат жасасаңыздар, кішкене каналға дамуға көмектессеңіздер, достар, мен видеоларды өте көп түсіретін болам. Енді ең бірінші мен 100 кристалл ғана салам. Қазір кейс ашпасаңыз оның бәріне қорқмаңыздар, әлі видео жалғасады. Міне осындай шығу керек сіздерде. Күтесіздер, және де виза дегенге басасыздар, мысалға, өздеріңіз қандай оплата тұр. Оплата, міне достар, көріп тұрғандарыңызда, оплата через Билайн. Вот, міне осыған басасыздар. Включить дегенді басқан соң, қазір мен екінші телефоннан өзімнің номеріма ақша салатын болам. Қазір қарап тұрыңыздар. 320 теңге салам, қазір 5 минут күте тұрыңыздар. Қараңыздар енді. 320 теңге міне кетті. Қазір маған 320 теңге келу керек. Күтеміз достар. Күтеміз. Міне қараңыздар. Тез келу керек негізі.
міне достар, 320 теңге. Менде қазір балансымда 321 теңге. Енді бұны алып, жаңағы өзіміздің 100 кристалға басамыз. Жаңа көріп алғандарыңыздай, Билайнға единица салу керек. Достар, кейбір көп адам жазып жатыр, айфонмен қалай істейді, жаңағыдай, кивимен қалай істейді. Достар, менде айфон жоқ болғандықтан мен сіздерге көрсете алмаймын. Мен айфоннан әлі білмеймін қалай істеу керектігін, бірақ Android телефондардан білем. Жаңағы қайтадан визаға кіресіздер, немесе жаңағыдай добавить способ оплаты деп тұру мүмкін. Жаңағыдай сондайға кіресіздер және Билайн дегенді басасыздар. Билайнды басқан соң купить. Осы жерде достар, введите пароль дейді. Введите пароль. Осы жерде көп адам ненің паролін жазамыз, анау деген сұрақтар болды. Оларды да оқыдым достар. Көп адамдар болды. Ненің паролін жазамыз, брат, айтып жіберші, анау деген секілді. Достар, кәдімгі Google аккаунттарыңызды жазасыздар. Менің Google аккаунтым, енді Google аккаунт кәдімгі Play Market'тің аккаунтын жазасыздар паролін. Қазір мен жазам, сіздерді паузаға қоя тұрам. Содан кейін мен жазып болған соң қосатын болам. Достар, мен жаңағына паролімді жаздым. Обработка платеж выполнен. Міне достар, міне бізден 317 теңге алды. Комиссия 0. Платеж совершен. Вот, надеть сразу сіздерге сразу Джеффті береді. Джозеф береді. Ренжімеңіздер. Джозеф береді. Складқа кіреміз. Алдында достар, біз екінші попыткадан питомец ұтып алған болатынбыз. Білмеймін қалай екен. Магазинге кіреміз. Магазин деп джекпотқа кіреміз. Джекпот достар. Бізде енді ақша өте аз болған соң. Достар, егер сіздер донат жасасаңыздар, сілтемеге қалдырып кетем. Ақшалай көмек деп жазып кетем, достар. Егер донат жасап жаңағыдай маған көмектесіп жатсаңыздар, өте көп кейстер ашатын боламыз. Сол үшін достарым, мен сіздерден өте сұраймын. Міне достар, өткізіп жіберейік. Бір попытка 55. Ебать, көп болып кетті кәдімгідей. Инкубатор ашпай қойсақ деп ойлаймын. Өйткені инкубатордан ештеңе шықпайды по-любому. Бірақ сонда да неғып басын мен соны түсінбедім. Инкубаторға бізде жетпейді. Бір попытка, золотой джекпот. Один попытка бесплатно, достар. Мен вообще ойнаған жоқпын. Қалай болды, солай тұр. Мен жаңа не болған. Окей дейміз. Окей, бізде вообще ақша жоқ, қарап тұрғандарыңыздай. Джекпот персонажа. Бірінші попытка кетті ал. Больше не напоминать. Курик ал. 50 фрагмент, по-моему. Фрагмент кетті. Екінші попытка кетті, тоже 50 фрагмент. Тоже 50 фрагмент. Соңғы ақшаға біз әрине тағы 50 фрагмент береді. Жоқ, нормально нәрсе өрт. Все, достар, бізде ақша бітті. Призы дейді. Приздар не бар екен өзі? Да ну нафиг нәрсе ма не сонда? Карта персонажа уровень. Повышай уровень персонажа сразу до 100 уровня, получи все награды за повышение дейді. Бізге достар мынау берді, мынандай берді. Ё-моё, білмеймін не екенін. Бірақ складқа кіріп қазір көреміз не екен. Бізге мына берді. Білмеймін, осы маған Free Fire'дың осы жері ұнамайды. Кәдімгі киімдерді скачать етіп отыруым керек. Жоқ. Тоқтаңыздар. Джозефқа берейік. Маған өткен Джозеф что-то нормально секілді. Негізі Вулканға беруге болатын еді. Вулканг па? Викинг па? Атын ұмытып қалдым. Коллекцияға кіреміз. Бұл жерде өте көп болды уже кірмеген. Мынау кім? Жарайды. Я Джозеф дейді. Мынау кім десе? Я Джозеф дейді. Көреміз. Бірдеңелер болып жатыр мына жерде, білмеймін не екенін. Да ну нафиг, 50 алмаз берді. Мықты достар, қазір тағы ашатын боламыз онда. Блин, бұл жолымыз болмады алдыңғыдай, бірақ питомецтер что-то жоқ алдындағыдай. Қазір достар питомецқа кіріп, питомецтерден бар шығар, может. Купить дейді. Испытать удачу дейтін жоқ па не? Блин, бізге негізі
питомецке кішкене нелер беріп қою керек еді. Тамаққа мынау. Питомец дейді персонаж. Джекпотқа кіреміз. Қайтадан 2 рет ашып жіберейік. Не береді? Сол түседі. Блин, неғып соны қайта қалай қарай берем, а? Жарайды, көреміз. Ал көрейік, бірдеңе берсе екен. Үйлік фрагмент. Соңғы рет достар, содан кейін видеоны аяқтаймыз. О, кім мынау? Тимур берді. Тимур достар. 5000 неге ала аласыңдар Тимурды? Или онша емес па бұл Тимур дейтін. Тимур дейтін достар, өкінішке орай. Ну, өкінішке орай емес. Нормальный, по идее, магазинде қарап жіберейік. Қазір персонаждар Тимур неше тұратын.